Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін шаруашылық саласы химия өнеркәсібі туралы айтамыз. Жалпы химия өнеркәсібі басқа өнеркәсіптерден өте ерекше. Ол табиғаттағы жоқ заттарды шығарады. Бір заттан бірнеше өнім алуға болады, немесе бірнеше өнімнен бір зат шығаруға болатын өнеркәсіп саласы деп айтады. Және химия өнеркәсібі көптеген қалдықтарды қайта өңдейтін сала деп айтсақ та болады. Жалпы химия өнеркәсібі химиялық шикізатты өндіріп, механикалық және химиялық өңдеуден өткізетін және түрлі өнімдерді шығаруға қатысатын салалардың жиынтығы. Яғни жаңағы менің айтқан сөзімді растап тұрмыз. Көптеген өнімдерді шығаруға қатысатын салалардың жиынтығы бұл химия өнеркәсібі. Жалпы химия өнеркәсібі ғылыми техникалық прогресті іске асырып отырған машина жасау, электроэнергетика сияқты солармен қатар соңғы технологиялық циклдің саласы болып табылады деп айтсақ, артық айтпаймыз. Жалпы химия өнеркәсібі оның шикізат базасы өте кең және ол көптеген салалармен тығыз байланыста. Мысалы, ауыл шаруашылығысыз химия өнеркәсібі жоқ деп айтуға. Себебі ауыл шаруашылығында өнімді жақсы алу үшін біз әртүрлі тыңайтқыштар пайдаланамыз. Көлік, жеңіл өнеркәсіппен, энергетика, машина жасау, құрылыс, металлургия, міне осы кез келген өндірістік саланың ауыр және жеңіл өнеркәсібімен химия өнеркәсібі тығыз байланыста екен. Жалпы енді химия өнеркәсібі, Қазақстанның химия өнеркәсібі қандай салалардан тұрады? Әрине, біз оны үлкен 5 салаға бөліп қарастырамыз. Бірінші сала ол тау-кен химиясы. Тау-кен химиясына нені жатқызуға болады? Бұған біз фосфориттерді, ас тұзын, тас тұзы, күкірт, әктас өндірісі тау-кен химиясына жатады екен. Екінші түрі саласы ол негізгі химия. Негізгі химияға біз нені жатқызамыз? Бұл жерде қышқылдар, сілтілер, тұз, минералды тыңайтқыштар, хлор өндірісі оның барлығы негізгі химияға жатады. Әрине, менің айтып жатқан тау-кен химиясына негізгі химияға жататын салаларды міндетті түрде ары қарай толықтырып кластерді жазып аламыз. Үшіншісі ол органикалық синтез химиясы. Органикалық синтез химиясы. Ал енді химия өнеркәсібінің бұл саласы органикалық қышқылдар және спирт өндірісін құрайды екен. Төртінші химия өндірісінің бір саласы полимерлі материалдар. Жаңа айттық, табиғаттағы жоқ заттарды алады деп. Яғни полимерлі материалдар химиясында біз пластмасса, смола, каучук, полиэтилен, полипропилен, синтетикалық талшық сияқты өнімдерді айтуға болады екен. Және тағы бір саласы, 5-ші деп айтсақ болады, бұл өңдеуші жоғары технологиялық салалар. Яғни бұл химия өнеркәсібінің 5-ші саласы. Ал енді бұл жерде нені өндіреді? Яғни жаңа жоғары технологиялық өндіріспен нені алуға болады? Яғни пластмасса, шина, резинке, техникалық бұйымдар, синтетикалық бояулар, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық химияның барлығы осы 5-ші салаға жатады екен. Яғни дәрі-дәрмек, яғни немесе бұны біз фармацевтика бөлімі деп айтсақ болады. Жалпы химия өнеркәсібінің орналасуына қандай факторлар әсер етеді? Біріншіден әрине шикізат, екіншіден су ресурсының болуы, үшінші энергетиканың, төртінші тұтынушының, бесінші міндетті түрде экологиялық фактор әсер етеді екен. Жалпы химия өнеркәсібінің географиясына тоқталатын болсақ, жаңа біз сіздермен айттық.
мысалы тау-кен өнеркәсібінде біз фосфорит туралы айттық, иә? Фосфорит. Яғни фосфориттің кені қай жерде және қандай заводтар бар екен айтайық. Жалпы Жамбыл облысы Қаратауда, Ақтөбе облысы Шелісайда осы фосфорит өндіріледі. Оған байланысты бізде Таразда жаңағы Жамбыл фосфорит заводы немесе фосфоритті қосылыстар заводы Шымкентте екенін айтайық. Ас тұзын біз Аралдың, Балқаштың маңында деп айтсақ болады, Шу өзен бойында және Павлодарда Қалқаман және Тобылжан деген ас тұзының кен орындары бар екен. Калий тұзы бұл Атырау облысында Индер көлінде кездеседі екен. Келесі мысалы күкірт туралы айтатын болсақ, күкіртті бірнеше орталықтарға бөліп қарастыруға болады. Жалпы күкірт Көкшетау облысында Алексеев кенішінде айтуға болады, өте кең түрі бар. Ал енді күкірттің басқа қосылыстарымен орталықтары, мысалы ауыр және түсті металл қорытпасындағы металл орталықтары, ол Жезқазған, Балқаш, Өскемен, Риддер болатын болса, уран өндіру орталығы күкіртке байланысты, ол Степногорск қаласында екен. Келесі фосфор тыңайтқышты өндіріс орталықтары күкіртпен, ол Тараз қаласында екен. Ал азотты тыңайтқыштар Теміртау қаласында екен. Ал жаңағы біздің айтып жатқан полимерлі материалдар, пластмасса, полиэтилен, полипропилендер, ол Қазақстанның батыс бөлігінде, әсіресе жаңа Атырау және Ақтау қалаларында кеңінен тараған екен. Енді сіздерге мына жоғарғы технологиялық салалар бойынша фармацевтика немесе дәрі-дәрмек туралы айтатын болсақ, балалар, Қазақстанда фармацевтика 5 үлкен өнеркәсіп бар екен, фармацевтика өнеркәсібі. Жалпы ол бүкіл Қазақстандағы 30% дәрі дәрмекті осы 5 фармацевтика заводы береді екен. Қазір мен оны сіздерге жазып берейін, сіздер есте сақтап алыңыздар. Өнеркәсібі. Яғни ол химия өнеркәсібінің өңдеуші жоғары техникалық салалар бөліміне саласына жатады. Бірінші, ол Павлодар облысында, Павлодарда, яғни ол Ромат деген фармацевтика өнеркәсібі. Келесі, Шымкентте Химфарм. Сіздер дәрі-дәрмекті пайдаланғанда, егер қарасаңыздар, мысалы бізде жаңағы осы өзіміздің фармацевтика өнеркәсіптерінің дәрі-дәрмектері бар, жазылып тұр. Келесі Алматыдағы ол Нобель фабрикасы фармацевтика. Келесі Алматы облысында бар балалар. Абди Ибрахим Global Farm деген үлкен фармацевтикалық өнеркәсіп, және 5-шісі Қарағанды облысында екен. Міне балалар, бұл жалпы Қазақстандағы ірі 5 фармацевтика өнеркәсібі. Ол Қазақстандағы химия өнеркәсібінің өнімі деп айтсақ болады. Жалпы химия өнеркәсібі лас салаларға жатады, экологиялық жағынан лас салаларға жатады. Жалпы осы химия өнеркәсібінің дамуына байланысты әсіресе Павлодар, Шымкент, Тараз, Теміртау, Өскемен қалалары өте көп ластанған деп айтуға болады. Химиялық өнеркәсіпті дамыту мақсатында деп айтсақ болады. Міне балалар, химия өнеркәсібінің ерекшелігімен таныстық, оның салаларымен таныстық, және олардың орналасуына 5 фактордың әсер ететінін қарастырдық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.